Сәлеметсіңдер ме оқушылар, әдебиет сабағы 4-ші сабақ. Бүгін біз Керқұла атты Кендебай ертегісінің Керқұла ат пен Кендебай бөлімін түсініп оқитын боламыз. Ендеше бүгінгі сабағымыздың мақсатымен таныс болайық. Бүгін біз сабағымызда әдеби шығарманың тақырыбы мен идеясын анықтауды үйренеміз, және де әдеби шығарманың жанрына қарай фабуласы мен сюжеттік дамуын сипаттауды түсінеміз. Балалар, әр сабақта мен сендерге жаңа 3 әдеби терминмен таныстырып отырамын дегенмене, алдыңғы сабақтарда біз 6 әдеби терминмен танысқан екенбіз осы кезге дейін. Олар шығарманың кейіпкері, қаһарманы, шығарманың идеясы, тақырыбы деген сияқты терминдерді таныстық. Ендеше бүгінгі сабағымыздың әдеби терминдері шығарманың сюжеті, фабуласы және композициясы туралы сендерге қысқаша түсінік беріп өтемін. Ендеше балалар, шығарманың сюжеті дегеніміз шығармада баяндалатын оқиғалар тізбегі дейді. Керқұла атты Кендебай ертегісінен мысал ретінде алайық. Керқұла атты Кендебай ертегісінің сюжеті қалай деген сұраққа біз бұлай жауап береміз. Кендебай өмірге келеді, өседі, ер жетеді, Керқұла деген құлынды асырайды, сөйтіп ол ерлік істер жасап, одан кейін батыр атанады деген сияқты осындай оқиғалардың тізбектей орналасуын біз шығарманың сюжеті деп атайды екенбіз. Ал шығарма фабуласы дегенге келетін болсақ, бұл балалар шығармадағы тұтас оқиғалар мазмұнын қысқаша баяндау дейді. Демек, біздің ертегіміз арқылы мысал келтірейін сендерге. Керқұла атты Кендебай ертегісін сендер оқып алдыңдар. Енді соны сендер біреуге баяндап, сол туралы бір баяндама жасасаңдар, сол шығарманың фабуласы деп айтады. Немесе сендердің тілдермен айтқанда, Керқұла атты Кендебай ертегісін біреуге жарнамалағанда. Мысалы, сен осы ертегіні оқышы, досым. Бұл ертегіде сенесің бе? Кендебай деген батыр күн сайын өседі екен. Ол соншалықты батыр болғаны соншалықты бір елді өзі ұстап отыр деген сияқты бір жарнама сөздерді пайдаланып, сендер біреуге осындай жарнама жасайтын болсаңдар, бұл шығарманың фабуласын анықтау деп аталады екен. 3-ші термин – шығарманың композициясы. Бұл жерде шығарма құрылысы дейді. Яғни шығарманың композициясы деген балалар шығарманың басталуы, өрбу кезеңдері, шиеленісу шағы, немесе шығарманың аяқталуы кездеріндегі орын алатын оқиғалар тізбегін біз шығарманың композициясы деп атайды екенбіз. Яғни шығарма қандай оқиғадан басталады, ол қай оқиға арқылы шиеленіседі, қай оқиға арқылы ол өрби түседі деген сияқты жерлердің бәрін зерттейтін бұл шығарманың композициясы болып табылады. Ендеше балалар, сендерге мен бүгін ертегілерді 3 түрге бөліп қарастырған Мұхтар Әуезовтің ертегілердің 3 түрімен таныстырып өткім келеді. Негізгі ертегінің 3 түрі бар. Олар хайуанаттар жайлы ертегілер, шыншыл ертегілер және қиял-ғажайып ертегілер. Біздің Керқұла атты Кендебай ертегіміз осының қиял-ғажайып түрлеріне жатады. Не себепті? Себебі Керқұла атты Кендебай ертегісінің ішіндегі көптеген оқиғалар қиялдан туған оқиғалар. Яғни сендердің тілдерімен айтқанда фантастикадан, яғни адамның фантазиясынан туған фантастикалық оқиғалар бар. Мысалға алатын болсақ, ішіндегі Кендебайдың күннен күнге өсуі, немесе оның ішіндегі Керқұла деген жылқысының күннен күнге өсуі, оның Кендебайға қарап сөйлеуі. Мысалы, өмірде жылқы сөйлемейді ғой, ал бұл біздің ертегімізде Керқұла Кендебайға қарап тіл қатады, оған сөйлейді. Осындай тұстары, не болмаса алтын құйрықты құлын деген кейіпкердің бар болуы, осылардың бәрі фантастикалық құбылыс болғандықтан бұл ертегіні біз қиял-ғажайып жанрындағы ертегі түріне жатқызады екенбіз. Ендеше бүгінгі бөлімді сендерге түсінікті болу үшін Керқұла мен Кендебайдың, Керқұла ат пен Кендебайдың диалогынан тұратын қысқаша сендерге видео үзінді көрсеткім келіп отыр. Видео үзіндіні зейін қоя отырып
шын көңілдерімен тыңдаңдар балалар. Тауып берейін деді Кендебай. Таудың етегіне келгенде Ерболатқа тіл бітіп сөйлейді. Достым, Кендебай, іздеген жоғың алыс емес. Біреуі де емес, екеуі де осыдан табылады. Мына таудан әрі ассаң, ағып жатқан өзенді көресің. Өзеннің ортасында бір арал бар. Ол аралда адам перісінің ханы тұрады. Сенің қолтығыңдағы алтын кебіс осы хан қызының кебісі. Баяғы қойшы баланың әке-шешесі де осы ханның қолында. Олар терең зынданда жатыр. Зынданның аузы құлыпты. Оның кілті қолға түспейді. Ол кілт 60 өзен құйылған терең дарияның түбінде жатыр. Адам баласы оның түбіне жете алмайды. Таудың арғы беткейінде сиыр бағып жүрген зор денелі бір адам бар. Ол жорықта қолға түскен адам. Қазір ханның құлы. Сен сол адамға бар да жолына жетерлік бұл бер. Оның киімін өзің ки де, өзіңнің киіміңді оған кигіз. Сөйтіп әлгі адамды азат етте, өзің сиырды бағып ал. Қазір құйрығынан бір тал қыл ал да мені қоя бер. Күндерде бір күн хан өзінің екі баласын шақырып алып: бүгін қара бие құлындайды. Бұл 9-шы құлындауы. Құлындаған күні түнде құлын жоқ боп кетеді. Бүгін осы биені өздерің күзетіңдер. Не болғанын көздеріңмен көріңдер дейді. Анау Кендебай естіді. Кешке ханның екі баласы биені күзетуге барғанда, Кендебай да жасырынып барып отыр. Біраздан кейін ханның екі баласы қорылдап ұйықтап қалады. Кендебай ұйықтамай отыра береді. Таң біліне берген кезде бие алтын құйрықты, құнды жүнді арғымақ құлын туады. Қазір үшеуің іздеп шығып, құсты да, құлынды да тауып келіңдер. Кендебай сол арада 3-4 күн тынығып, кемпірдің асыл қазынасын жинап алып, Ерболаттың алдына алтын науаны өңгеріп, алтын құйрықты құлындарды ертіп, аман есен ханның үйіне жетеді. Хан разы болып, зынданда жатқан Мергенбай батырды, оның әйелін, қолға түскен басқа адамдарды азат етеді. Шауып алған малын қайтарып береді. Кіші қызын Кендебайға қосып, 30 күн ойын, 40 күн тойын істеп, көп сыйлықтар беріп, Кендебайды еліне аттандырады. Кендебай Ендеше балалар, бүгінгі бөліміміздің кішкене ғана сюжетіне назарларыңды аударсаңдар, енді ары қарай сабағымызды жалғастырайық. Сабағымызда не дейді? Біздің енді тауда бөліміміз бойынша сендерге жұмыс тапсырма бергім келіп отыр. Яғни сендер фабуланың не екенін түсіну үшін Керқұла атты Кендебай ертегісін біреуге жарнамалайсыңдар. Яғни жарнамалау деген не? Сендер ол туралы біреуге қысқаша ақпарат бересіңдер, бұл ертегі туралы. Онсыз да қазіргі таңда сендер өз өмірлерінде болмайтын бір тиктоктағы видеоларды мынаны көрші, мына жерде мынандай екен деп видео сілтемелерді жіберіп, қайдағы жоқ бір ақпараттармен бөлісіп жүрсіңдер. Сондай нәрседен көрі осындай кереметтей тәрбиелік мәні бар ертегілерді жарнамалап үйренейік балалар. Ал мынау келесі тапсырманы біз үй жұмысы ретінде аламыз. Сендер Керқұла атты Кендебай ертегісінің сюжеттік желісін толықтырып жазасыңдар. Ол үшін Кендебайдың дүниеге келгеннен кейін қандай оқиға болды, одан кейін қандай оқиға деген сияқты, ол қалай ер жетті, құлынды қалай кездестіргені туралы кітаптан тауып алып, осы сюжеттік желінің ішіндегі бос бағандардың барын толтырып, Кендебайдың батыр атанғанға дейінгі оқиғаларды тізбектеп жазып шығасыңдар. WhatsApp-қа келіп байланыс жасауға шығыңдар балалар.